20 ғасыр қазақ үшін қолайсыз болды. Жалпы жетағайынды деген сөз рас екен. Тарихтағы ұлы қаза төңкерісі, ұлт азаттық көтерілісі халқымызды барынша қанжылатып бақты. Колхоздастыру дәуірі, жаңа экономикалық саясат дегендеріңіз өзінің тегеурінді күшімен халқымызды еріксіз ықпалына көндіре берді. Оның үстіне сталиндік нәубет қазақтың сай-сүйегін сырқыратты. Қазақстанға кіші қазан төңкерісін орнатуды мақсат еткен Голощекиндік геноцид халқымызды тарих бетінен тайдыруға тырысты. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген принципті ұстанған Голощекиндіктер ел ішінде жасанды аштық орнатты. Халық жауы деген желеумен халқымыздың көзі ашық зиялы қауымын қанадай қақты. Ақын, Ишан Молда сияқты ғұламаларды соңына шырақ алып құлдалады. Оның үстіне қазақтың бойындағы қызғаншақтық, күншілдік, бірін-бірі көре алмастық сияқты айықпайтын ауруы сол кездің өзінде бір-біріне зиянды зардабын тигізіп жатты. Бұл дерт кейбір қазақтың бойынан әлі де айыға қойған жоқ. Міне, осындай себептерге байланысты көзге көрінгендерімізді ит жеккенге айдалып, асылып, атылып жатты. Қалғандары қуғын сүргінге ұшырады. Маңғырған мал айдаған Маңғыстауда да тігерге тұяқ қалмады. Аштыққа кезіккен халық көзге көрінген затты қорегете бастады. Алқымдаған аштықтан іздегі ұрпақты аман сақтау үшін адасқанның алды жөн арты соқпақ дегендей белгісіз бағытқа бастарының ауған жағына ығыса берді. Аштық пен ауру сырқаудан аман қалғаны ақтабан шұбырында алқа көл сұламаға ұшырап, төрткүл дүниенің төрт бұрышына тарыдай шашылды. Атана баладан, қарындас туған ағадан, туысқандар бауырдан топ-топ болған ағайындар ауылдан айырылды. Алыс шетелдерге ауған ағайынның көрген күні құрысын. Кез келгенге көз түрткі, азап пен мазақтың басты нысанасы қазақ болды. Оқу, білім, өнер түгіл, күнделікті күн көрістің өзі қиындыққа айналды. Өз аяғымен қаңғып келген босқындарды маңдайынан сипап, құшағын жайып, кім қарсы ала қойсын. Әйтсе де, кездескен қиындыққа көніп, шама шарқынша жеңіп, ұрпақтарына ұлттық салт дәстүрді, діні мен тілін ұмыттырмауға тырысты. 20 ғасырдың аяғында Қазақстанда да тәуелсіздік таң атты. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев елдегі саяси жағдайды тұрақтандырып, әлеуметтік салаларды да өркендетуге көңіл бөлді. Көп қорқытады, терең батырады деген аталы сөзді алға тартып, 1992 жылы күзде дүние жүзі қазақтарының құрылтайын өткізіп, оған әлемдегі қандастарымыздың қатысуын қамтамасыз етті. Міне, содан кейін дүние жүзіндегі қазақтардың тарихи отанына оралуына жағдай жасалды. Оралмандарға жан-жақты көмек көрсету мақсатында арнайы қаулы қабылданып, заң шығарылды. Соның нәтижесінде ғаламшардың түкпір-түкпіріне тарыдай шашылған қандастарымыз өз отандарына орала бастады. Жуырда бір топ бауырларымыз Ираннан келіп, қаламызға қоныстанды. Оларды қала жұртшылығы, облыстық көші-қон және демография басқармасының басшылары ыстық ықыласпен қарсы алды. Асылымыз түгенделді жоғалған, болды кезің тұғырыңа қоналған. Құтты болсын бауырларым қадамың туған жердің топырағына оралған. Көтер алмай кер заманның дауылын, қимай кетті
кеткен артта қалған қауымын, шетте жүріп сағыныштан сарғайған, қош келдіңіз туған жерге бауырым. Өзге елде сынға түсті санаң мың, келешегін көп ойладың балаңның. Қош келдіңіз Маңғыстаудай мекенде, қасиетті ізі қалған бабаңның. Пәтер беріп ерулікті жасайын, қуаныштан көлгөсір боп қасайын, сағыныштан айқарашып құшақты келші тума бауырыма басайын. Әйгілейін атағымды аспанға, демеу болсам арманым жоқ сасқанда. Алғаш рет келген бізге бауырым, Маңғыстаудың мінезінен жасқанба. Басым дием әдеп құрып салтыңа, қамқор болып жасың менен қартыңа. Жатырқамай араласып еңбекке, енді қайтып алаңдама артыңа. Аусадағы халқымыздың ұлттық салт дәстүрі бойынша алыстан оралған ағайынға қала әкімі тарапынан қонағасы беріліп, шипа сервис санаторийіне орналастырылды. Ертесіне таңертең қалалық ішкі істер бөлімінің ауласында қонақтарды салтанатты қабылдау рәсімі болды. Осынау салтанатты жиында қала әкімінің орынбасары Қуандық Тілепов қош келдіңіздер айтты. Облыстық көші-қон және демография басқармасының басшылары оралмандарды тұрғын үймен қамтамасыз етудің жай-жапсарымен таныстырды. Қиын қыстау күн түскен уақытта Маңғыстау еліндегі емес, бүкіл қазақ топырағындағы әрбір отбасында түскен ауыртпашылықтың салдарынан қазақ елі көршілес елдерге кетуге, көшуге, қоныс аударуға мәжбүр болған болатын. Міне Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін алған күннен бастап өзінің саясатында сол Қызылсам заманда елден басқа елге қоныс аударуға мәжбүр болған ағайын тумаластарды елге жинау жөніндегі саясатты жалғастырып отыр. Бүгін соның бір жалғасы ретінде біздің Жаңаөзен қаламызға, Маңғыстау топырағына Иран Ислам Республикасынан бір топ отбасы қоныс аударып отыр. Маңғыстау топырағына, Жаңаөзен қаласына қош келдіңіз дегім келеді. Осы өзен Жаңаөзенге, Маңғыстауға жалпы осы бүгінгі келіп отырған оралмандардан бұрында көптеген оралмандар көршілес Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркия сияқты елдерден келіп жатыр. Міне соның бір легісіңіз. Және де айтам, бүкіл осы халықтың атынан сіздерге қош келдіңіз дегім келеді Маңғыстау топырағына. Осы ауылда, осы қалада аңырата көппен бірге бірігіп, елмен бірге ел болып қызмет етіп, оқуды жалғастырып, өмірдің аңырата жақсы қуаныштары менен қызықтарын бүкіл қала халқымен бірге көруімізге жазсын. Қош келдіңіз тағы. Құрметті мынау келіп жатқан ағайындар, Жаңаөзендік азаматтар, мекеме басшылары, бүгін барлығымыз бірлесіп елбасының халықтың алдына қойған үлкен бір міндеттердің бірі саяси бағыттағы. Бұдан сырттағы ағайындарды елге әкеліп, еліміздегі демография саясатын тұрақтандыруда үлкен істің басын атқарып жатырмыз.
Енді осы орайда осы қызметке белсене араласып, ағайындарды қабылдаудағы үлкен бір қиындық тұстарын шешуге көмектесіп жатқан Жаңаөзен қаласының әкімі Жалғас Бисәлиұлына және Жаңаөзендік мекеме басшыларына, аудан қала акиматының барлық қызметкерлеріне шын жүректен ықылас ризашылығымызды білдіреміз. Енді бұл келіп жатқан ағайындар көріп тұрған шығарсыздар, келіп жатқан ағайында, күтіп алып тұрған ағайындардың да бір-бірінен өңірінде сыртқы бейнесінен ешқандай айырмашылығы жоқ біріміздің. Енді Жаңаөзен қаласының қандай екендігін кешеден бері көрсетіп отқан құрметтен көрген боларсыздар. Барлығы да ықылас ниетпенен шын жүректен қарсы алып жатыр сіздерге егетек болып. Бүгінменен тағы да үлкен құрмет нышандарын көрсетіп жатыр. Бұл елдегі, ауылдағы бірлік пенен тірліктің барлығын, досқа дегенде ниеттің барлығын әр уақытта жатырмайтындығының белгісін көрсетіп жатыр. Сондықтан ендігі жердегі келген мына ағайындар сіздердің келгенсіңіз көтіңіз бір жағынан өздеріңізге байланысты. Қазақта бір сөз бар, мынау әр елдің салты басқа, енді қара басқа дейді. Сол әр жердегі жүріс-тұрыстың, ғұрыптың, әдеттің айырмашылығы болады. Бірақ соған адам тамаққа да үйренген дейді. Сіздер жұмаққа келіп жатсыздар, сондықтан да ары үйреніп кету, бейімділік өздеріңізге байланысты. Енді мынау қарсы алушы ағайындар, адам бір азамат үйден 40 қадам шыққаннан кейін әртүрлі қиындықтар болады. Әрбір 40 қадамның өзі 40 жылдық өмірді береді дейді. Сондықтан да бір келген ағайындарға шын ықыласпенен қарсы алып жатқан ниеттерін ары қарай жалғастырыңыздар. Енді бір қапелімде білмегені болса, артық кеткен жері болса, әр уақытта кешірімді болыңыздар. Осы елдің араға сіңіріп кетуі барлық сіздердің ықыластарыңызға байланысты, бұл сіздердің әр уақытта талапты ойлаймын. Осынау топты бастап келген Ақмұрат Жеменей ақсақал туған жер топырағына келіп жүрек жарды лебіз білдірді. Отанына оралған бауырларға тұрғын үй кілтімен апталық азық-түлік, дәрі-дәрмек және қаржылай көмек берілді. Құрметті ағайын, мынау бүгінгі жұмысымыздың бір қорытындысының алды деп айтуға болады. Осы елге келгеннен кейін ел басы президентіміздің тапсырмасы бойынша әр жерде келген ағайын тұлғаластарға мекен-жай алып қою, оларға кілтін тапсыру, жағдай жасау дейтін шараларды бастағалы отырмыз. Ең бірінші ақсақалымыз Ақмұрат Жеменей ағаға кілт тапсыру рәсімі. Әлібек, қамыз бұлтма кетті саған. Әлібек, барашық бөлек келгенім. Лекем, қайдас, жанында бар. Ағамның ұшқан ба? Алыстағы ата жұрттан саған ағайынның елге елеңдеп, сағыныштан жүректері сартап болған. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған жаман екен, қара көзден мөлдіреп жас келеді деп, өскен елге, туған жерге деген махаббаты шерлі өлең болып көңілге құйылып жатты. Сөйте жүріп, киелі мекеннің қасиетті топырағының ыстық табын ұрпақ санасына сіңіруден бір сәт қанбады. Тіпті ұлтын, ұруын ұмыттырмау мақсатында фамилия есебінде пайдаланды. Azay bir
Мінеки Маңғыстау киелі мекен, ата мекеніңізге ат көлігіңіз армай аман келдіңіз бе? Келдік, аман келдік, кемі жоқ. Келісіміздің кемі жоқ, азаматтар еңбек етіп алып келді. Ал енді мынау ата жұрттан қай кездері қалай кеткеніңізді кішкене еске алып жіберіңізші. Біз 33 жыл кеттік. Түркменстанда бір 2 жыл жүріп отырып, sonra Иранға бардық. Иранда да 72 жыл сол жерде болдық. Бұл жерде де еңбекпенен күн көрдік. Bir gerek gelgesini görüp kişileri ел жақсы болып, бала шағаларды оқыттық. Күніміз жақсы болды сосын жерде. Бұрын әр жерде отырдық, үйсіздім. Әйтеуір неше күндерді күніміз көріп отырдық. Бәріне қолы ешкімге нараhat тұрған жоқ. Біз өз күшімізбен күнімізді көрдік. Bir gerek gelgesin балдар алхамдулилlah оқыды, біреу 20 жыл оқыды, біреу 10 жыл оқыды, біреу 5 жыл оқуға жетісті, үкіметтен ақша айлық алып тұрды. Мен өзім барғасын жерде оқуға қолымда тиген жоқ, атадан жаңыз едім, еңбекпенен күн көрдім. Балдарды бірақ оқыттым, Құдай беріп, Құдай тағала қолыма мал берді, балдардың киімдерін оқыттым. Оқуның кемі жоқ. Біреу ислам жемелей 20 жыл оқыды, соңында Қазақстанда биыл жағы оқушының бастығы болды. Bir balamda sot okuğunu okup İran'da kaldı, o da ülkün okuğunu okutu östü, bir bənktin atlı kötü. Yıl sonun bilen bugün Nazarbayım, yıldı adam dedi, Təngirli kalsın, sosun jeli sonun kışı bilen, kögegin bilen, sonun azamattығы bilen kelip, Kazakistan'ın otanına il kelip atır, aldın kelgende 10 yıl oldu. Benim 2 balam 10 yıl oldu, Aqtau'a geldi. Bir balamda son жаңағы жаңылды, suyunda жатты таразда, үлкен балам. Енді ақырда Алла қысметімен өзімді бүгін келіп тұрмын. Мына өзін отырған ағайын азаматтар қарсылып, үлкен күш көмекпен алып жатыр, оған таң жылғасы айтып отырмын. Оларды қылып атқандардың бәріне. Енді сен басқа сұрайтын болса айта берейін. Қай жерден қашан кеттіңіз? Осы Маңғыстаудан кеттік. Осы Маңғыстаудың бірақ қай жерін көріп екенін білмеймін, бара күнде кеттім ғой. Біз келеміз деген ойымыздан сұраған да жоқ, zaten қай жерде отырдың, қай жерде ойын деп сұраған да жоқ еді. Мұндай келеміз, кетеміз, ойымызда жоқ асылы. Бірақ Алланың әмірі, ата-бабаның аруағы, Құдай тағала нәсіп етіп бүгін міне келіп жатырмыз ғой. Балдарымыз осыға естелік Қазақстан болды. Осы отанға барайық, бөлсек тірдесек деп, олардың естелігі үшір болды. Енді менде қысмет бар, білекей бүгін оның артынан келіп отырмын. Сіз енді еселі еңбегіңізбен, мынау өзіңіздің маңдай теріңізбен бала шағаңызды оқытқан екенсіз. Ол жақтағы барлық қандастарымыздың бәрінің оқуға қолы жетпеген шығар, солай естіп жатырмыз. Жеткені де бар, жетпегені де бар, елшілік. Ел дегеннің ішінде ащы да бар, тұщы да бар ғой. Сірә біреу жетіп жатыр, біреу Құдай тағала мал берсе көбірек болып жатыр, азырақ болып жатыр. Ол өзі әркім елдің ішінде бәрі тең емес қой сірә. Ол жағын өзі әрқайсысы өздері Құдай тағала бергеніне қарай ғой. Мен енді бұл жылдан деп осы егемен алып, елші Тайранға келгеннен бері қарай соның қонақ болатын жайы менің үйім. Біреу өзінің 5 күн жасын, 10 күн жасын, 1 күн жасын келіп кетсін, сол менің үйімде қонақ болдырып, әке жіберіп келіп тұрмын. Мен отырыш үкіметтерде кеше маған кетпейді ойбай салып жатыр. Елде қиын көріп жатыр. Мен не болса бала шағамда бар ғой, ел ғой, отанға барайын. Құдай тағаланың жазып тұрған шығар, топырақты алыздық. Ол топырақ Құдайдың қолында бәрде. Енді Алланың қысметімен қайттым, мына балдар өзенге бармаймыз деп бәрі не қылып еді. Бұларға жарым өзен дегенде өз елің бөтен ел емес, жақсы деп бұларды қайда сөйтіп алып қайттым. Неге бармаймыз өзенге дейді? Ай, біреу айтады, өзенде ұры көп дейді, үйлері жаман дейді, әркім әрзат айтады. Аға, енді өміріңіздің 5-тен 4 бөлігін сол Иран мемлекетінде өткіздіңіз. Енді келіп алып, артқа қарай алаңдап, сағыныш болмай ма? Енді ояқ кейін сағыныш болса да енді шара жоқ та, мына отан онан да күшті болды ғой енді. Ол қалай енді. Бұл ата-бабаның отаны біздің Адай деген елдің бүйірі келгеніне 400 жыл болды ғой өзіңде. Оршы отан болса Маңғыстаудың күшпенен, білектің күшпенен мына Түркменнен мәселен алды ғой бұны. Ол оңайлықпен бұл Маңғыстауға ие болған жоқпыз ғой. Күшпен ие болып отырмыз ауылда. Енді олар еңбек еткен жеріне мен қалай келмейді сосын жерде. Аға, мына ұруларыңызды фамилия есебінде қолданады екенсіздер. Бұның сыры бар ма өзіндік? Мына ұруларыңызды аттарыңызға жалғап айтады екенсіздер. Біз анаяқта біздің әуелі атымызды айтамыз, екінші ұруымызды айтамыз, фамилиямызды. Райған жерінде сол ғана үйреніп қалған да.
елбасымыз оралмандардың отанына оралуына ықпал етті. Сондықтан олардың президентімізге алғыстан басқа айтары жоқ. Әйтсе де мына тұрған төскейде малы, төсекте жанын табысқан Түркменстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан емес, сонау Иран, Түркия, Монғолия сияқты алыс шетелдерден келген ағайынға айрықша қамқорлық қажет екенін естен шығармауымыз керек. Өйткені олардың көпшілігі Қазақстанды баяғы атанасын айтуынан ғана біледі. Маңғыстауды білетін бірен-саранын да сол бала күнінде кеткендер. Олардың өскен жеріне алаңдауы да заңды құбылыс. Сондықтан алыстан ата жұрттан аңсап келген ағайынның туған жерде көңіліне кірбің ұялатудан сақ болайық. Қайта оларды да еліміздің өркендеуіне үлес қосуға шақырайық. Тәуекелге мақтап байлап беліңді, қорғай білші аққу ұшқан көліңді, барлығымыз еңбек етіп бірлікте көтерейік егеменді елімді. Елге жетпей талай арман құлаған, сағыныштан қарттар көзін бұлаған, жер жүзіне тардай боп шашылған қазағымды жинап жатыр нұрағам. Мойнын алып бүкіл ұлттың салмағын, алға сүйреп халқымыздың арманын, табыстырған бір-бірімен бауырды, Нұр Сұлтанға нұр жаусын Алланың. Айтсақ сөздің болар солай желісі, елбасыны тындырмайды елісі, әлемдегі бар қазақтың келуі Құдай берген тәуелсіздік жемісі. Қарсы аламыз жүрегіміз елжіреп, жолдарыңа төсеп кілем зер жібек, биік шыңның төбесінде тұрсыншы құран құсты, көк байрағым желбіреп. Нәубет жылғы беті қайтып қайғының, аққуларым келіп толар айдыным, дүниедегі барлық қазақ жиналса, Қазақстан көтерілер айбының. Кәусарына қанып ғылым білімнің, көкжиегі көрінер ау ділімнің, жер жүзіне түгел келсе қазақтар мәртебесі көтерілер тілімнің. Шетте жүрсем, сезем шықпас жекөнім, отанымның оттан ыстық екенін, қарыштай бір алға қарай әрқашан, Қазақстан кең жазира мекенім. Hey